Күкірттің периодтық жүйедегі орны. Химиялық таңбасы S, күкірт, орыс тілінде сера, ағылшын тілінде сульфур деп аталады. Үшінші период 6-шы негізгі топшада орналасқан. Реттік саны 16, атомдық массасы 32. Атомдық құрамы бойынша 16 протон, 16 нейтрон, 16 электрон бар. Күкірт бейметалл, валенттілігі 2, 4, 6, бірнеше қосылыстары бар. Алынуы. Күкіртті алудың екі жолы бар. Біріншісі күкіртті сутекті күкірттің 4 валентті оксидімен әрекеттесу арқылы. Екіншісі күкірттің 4 валентті оксидін көміртегімен әрекеттесу арқылы. Физикалық қасиеттері. Күкірт сары түсті, суда нашар ериді, су жұқтырмайды, жылу мен тоқ өткізбейтін, морт келетін қатты зат. Аллотропиялық түрі өзгерісі 3 түрі бар: ромбалық, моноклинді және пластикалық. Абысы суреттегідей. Химиялық қасиеттері. Бірнеше заттармен әрекеттеседі, оттегі, сутегі және металдармен. Күкіртті сутектің тұздары сульфиттер деп аталады. Күкірттің табиғатта таралуы және қолданылуы. Күкірт құстардың қауырсынында, жануарлардың жүнінде және күкірт белоктың құрамына кіреді. Күкірт оксидтері жанартау атқылығында бөлініп шығатын газдың құрамында болады. Қышқыл жаңбыр болып жауып, металл бұйымдарының барлығын бүлдіреді. Күкірт оттекте өзіне тән көк түсті алаумен жанады. Күкірт пен оттектің әрекеттесуі нәтижесінде түссіз газ, күкірт диоксиді түзіледі. Бұл газ суда еріп, қышқыл ерітінді түзеді. Күкірт диоксиді мен су арасындағы реакция өнімі күкіртті қышқыл ретінде белгілі. 8 атомынан құралған молекулалардан тұрады. Бөлме температурасында бұл молекулалар ирек сақина пішінді болады. Күкірттің бұл аллотропиялық түрі ромб пішінді, ромбты күкірт немесе альфа күкірт деп аталады. Цельсий бойынша 95,5 градусқа дейін қыздырғанда ромб пішінді күкірт моноклинді күкірт немесе бета күкіртке айналады. Ол кристалдағы 8 атомдық молекулалардың басқаша реттілікпен орналасуымен және өзгеше физикалық қасиеттермен сипатталады. Цельсий бойынша 95,5 градустан төмен температураға дейін суытылғанда моноклинді күкірт қайтадан ромбты күкіртке айналады. Егер ерітілген күкіртті салқын суға құйып, бірден бөлме температурасына дейін салқындатсақ, күкірттің иілімді немесе пластикалық күкірт деп аталатын аморфтық түрі пайда болады. Бұл ромбты немесе моноклинді күкіртпен еш ұқсастығы жоқ иілгіш, созылғыш материал. Оның бұл қасиетін былай түсіндіруге болады. Тез салқындату молекулалардың ретсіз орналасуына әкеледі, өйткені жүйелі кристалдық тор түзуге уақыт жетпейді. Молекулалар бірнеше күннен кейін ғана жүйелі құрылым түзе бастайды.